Құрметті оқырмандар, біздің Филбети компаниясының осындай ерекше тіс пастасылары бар. Тісіміздегі болатын жағымсыз иісті кетіреді және қызыл еттің қанауын тоқтатады. Тісімізде, аузымызда жағымсыз иістер болдырмайды. Ең кереметі, бұның құрамында фтор жоқ. Көптеген әйел заты щитовидкамен ауырады, сондықтан фтор оны қоздырады. Жалбыздан жасалған. Ал енді қарап тұрсаңыздар, өте жасыл өнімнен жасалған. Сондықтан біздің ешқандай зияны жоқ осындай тіс пасталарымыз бар. Бұл тіс пасталарын Американың ғалымдары зерттеуінде дұрыс тіс пастасын пайдалану біздің ойлау қабілетімізге де әсер етеді. Сондықтан күнделікті 5 жастан 6 жастан жоғары балалардың бәрі пайдалануға болады. Және де біздің осы тіс пастамызды тағы да нелерге пайдалануға болады деген сұрақ болатын болса, біздің бұл тіс пасталарымызды осындай бізде қара зере майы бар. Қара зере майымен маска істеуге болады. Ол туралы тағы да айрым сіздерге түсіндіретін болам. Осы тіс пасталарымызды біздің бір безеуші қалама, бір нәрсе күйіп қалама жаға қойсаңыздар жақсы көмектеседі. Оның сыртында бір киімдерімізге сары дақтар немесе ручка тиіп қалатын болса, онымен жуатын болсақ, бұл да ағартады. Мен бұрынғы тәжірибелерімде бәрін көрсеткем, ондай дақтарды кетіретін ролы бар екен. Сондықтан тістерімізді ағартады, жағымсыз иіс болдырмайды, қызыл еттің қанауын тоқтатады, және де мынау кейбір кісілер ауыздары ойылып қала береді. Ондай болса, осы тіс пасталарымыз бір жуғаннан ауыздары ойылып қалған кісілерге жақсы көмегін береді. Ал енді қазір сіздерге осы қара зере майы екеуімен қандай маска жасауға болатынын сіздерге түсіндіретін боламын. Осы тіс пастамыздан өзімізге тіс көлеміне істелетіндей аласыздар, және де осы қара зере майынан 2 тамшы, 3 тамшы тамызасыздар. Одан кейін біздің шекер болады, сахар деп айтамыз ғой, содан 2 шым қосамыз, және чай қасықтың ұшымен балды қосамыз, араластырып, аптасына 1 рет, 2 рет жаңағы маска істеуге болады, 15-20 минут. Одан кейін жуып тастайсыздар, беттеріңіз ағарып, жылтырап, тартылып тұрады. Жара шығып қалады, бір нәрсе шығып қалады, сразу сол кезде жаға қойса, бірден жақсы көмегін береді. Сондықтан осындай емдік тіс пасталарымызды пайдаланып, сіздер денсаулықтарыңызды қорғаңыздар. Американың ғалымдары айтып жатыр ғой, есте сақтау қабілетіне әсер етеді деп. Сондықтан дұрыс тіс пастасын пайдаланыңыз. Қазақтарда сөз бар ғой, жалғыз бар жерде жан қалады деген. Сондықтан біздің ауыз қуысымызға ерекше әсер ететін және денсаулығымызға мықты әсер ететін осындай тіс пасталарымызды пайдаланып, денсаулықтарыңызды қорғаңыздар.